Кез келген адам тұмау вирусы тыныс алу жолдары ауруларына себепші болатынын жақсы білет, бірақ бұл маусымдық сырқаттың қауіпті екеніне көпшілік мән бермейді. Тұмауға шалдыққан адамдар вирустың қатерлі екенін жете түсінбейді. Осы сұрақтарға жауап беру үшін біз ортаға дәрігер, терапевт Дилахан Мұхамеджан қызын шақырамыз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жалпы адамдар суық тиюден болатын аурулармен тұмаудан қалай емделеді? Тұмау ауруы енді ол мерзімдік ауру болып есептелінеді. Қыс кездерінде, суық кездерде болады. Тұмау ауруымен қатар жіті вирустық респираторлық инфекция да болады. Көпшілік адамдар ол екеуін айырмашылығын біле бермейді. Сондықтан оның емдеу тәсілдері негізінде екі түрлі. Жіті респираторлық ауру ол жеңіл түрде өтеді. Бір маусымда адам бірнеше рет ауруы мүмкін. Және ол ауру жаз кездерінде де болады. Тұмау ауруы негізінде тек қана қыс айларында болады. Және тұмаудың жіті ауруынан айырмашылығы ол өте қауіпті ауру болып есептелінеді. Себебі оның асқыну түрлері өкінішке орай өлімге де әкелуі мүмкін. Оның емделу тәсілдері әрине екі түрлі ауру болғандықтан екі түрлі. Тұмаудың өзіне тән вирусқа қарсы ем шараларды тек қана дәрігердің кеңесімен алу керек. Оның симптоматикасы да екі түрлі, емдеу тәсілі де екі түрлі, және асқыну тәсілдері де екі түрлі. Ол адамның жасын талғамайды. Онымен үлкен кісілерді, жүкті әйелдерді, жас балаларды, жас өспірімдерді ауырады. Әрине, халқымыз айтады, ауырғанша ауырмаудың жолын ізде дейді. Ол үшін дене шынықтыру, салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, өзінің иммунитетін күшейту, көп аурудың алдын алу. Ал өкінішке орай ауырып қалған жағдайда адам бірінші өзінің тұмау екенін білу үшін симптоматикаларын білген дұрыс. Тұмау ауырған адамнан вирус арқылы, ауа арқылы, ұстаған заттар арқылы жұғады. Ең бірінші, мысалы, тұмаумен ауырған адамның қызу температурасы денесінің 39-40 градусқа дейін қатты көтеріледі. Ол респираторлық ауруда кейде адамдар сәл-пәл температура болуы мүмкін. Ал тұмаудың бірінші айырмашылығы ол 39-40 градус температура дейін көтеріледі. Бас қатты ауырады, дене мүшелері ауырады, бұлшық еттері қатты ауырады. Мынау жарықтан көздің қорқынышы пайда болады, тітіркенеді көз, жас ауырайды, мұрын бітеді, жұтқыншақ ауырады. Сол сияқты өте құрғақ жөтел пайда бола бастайды. Көбінесе адамдарға біз тұмау кезінде төсекте емделуіңіз дұрыс деп айтатын себебіміз, оның алғашқы бірінші күні, бірінші сағатынан бастап емделсе, оны көптеген асқынулар түрлерінен алдын алуға болады. Тұмаудың қорқыншысы оның басы емес, оның қорқыншысы оның асқыну түрі. Кез келген ауру алдымен былай қарасақ вирус шақырады. Солай ғой. Енді тұмау жағдайында қалай түсіндіріп бересіз? Тұмаудың шақыратын вирустар өзі үш типке бөлінеді. А, Б, С типтері болып. Оны алдын ала зертханалар тұмау басталған кезде қаңтар айларына қарай уже белгілі бола бастайды. Қандай вирус екені. Және оның түрлері көп. Тұмаудың вирустарының түрі үш типті деп айттық қой жаңа. А, Б, С деп. Ал вирустың өзінің түрлері өте көп. Енді ол қандай организмде қай жерлерді қалай зақымдайтын мен мына сұлбадан көпшілікке түсінікті болу үшін көрсетейін. Сұлбаның қасына барайық. Бірінші жоғарғы температура болады. 39-40 градус. Ол температура ми зақымданып, адамның қатты басы ауырады. Одан кейін көз жас аурай бастайды, жарыққа тітіркену басталады, мұрын бітеді, демалыс тыныс жолдары тарыла бастайды. Жұтқыншақта мынау кілегей құрғақтанып, құрғақ жөтел пайда бола бастайды. Қақырық шықпайды. Кеуде тұсында ауру пайда болып, бұлшық еттерінің бәрі сырқырап ауырады. Көп адамдар төсектен тұра алмай, буынның бәрі ауырады деп шағымдана бастайды. Ең бірінші тұмаудың ең қаупі жаңа асқыну түрлері. Асқынғанда ең бірінші ол нерв жүйесін зақымдайды, менингит сияқты аурулар. Одан кейін барып жүректің бұлшық еті, ол миокардит болуы мүмкін. Ол асқына келе бүйрекке зақымдану мүмкін. Сол сияқты буын ауруларына кейін созылмалы ауру түрлеріне алып келу мүмкін. Ал енді тұмаудың белгілері мен респираторлық белгілердің айырмашылығын білу үшін көпшіліктің ортасынан бір көрерменді шақырып, бір тест жүргізсем деген ұсынысым бар. Жақсы, олай болса бастайық. Көрермендеріміздің арасында кімдер бар? Міне біздің көрерменіміз
ортаға шықты. Саламатсыз ба? Ат жөніңіз? Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Әсел. Өте жақсы, Әсел. Жаңа сіз менің түсіндірген мәліметтерім бойынша сізден кішкене тест жүргізейік деп едік. Бізде мынау жіті респираторлық вирустық инфекция, ал мынау тұмау белгілері. Сіз қазір маған сол бойынша жаңа қандай белгілер бар екенін айтып отырып, осы пирамиданы жаңадан құрастырып берсеңіз. Соны сұраймын сізден. Мынау біріншісі респираторлық вирустық инфекция. Мынаны босатып алдымен алып тастаймыз, солай ғой? Бәрін былай алып тастауға болады. Қанекей. Алып тастаймыз, және белгілеріне байланысты сақиналарын кигізе бастаймыз, солай ғой? Ең маңыздысынан бастасаңыз. Мінекей, сізге дайындап бердік. Араластырып тастаймыз. Өте жиі кездесетін ол жіті вирустық респираторлық инфекция. Жаңа айтып кеткенде ол жылдың 12 айында да кездесуі мүмкін, үлкен кішіде де кездесуі мүмкін. Бірақ жұрт көбінесе шілде айында да тұмаумен ауырып қалдым деген әңгіме айтып жатады. Біріншіден, тұмаудың белгілері, ол тұмау асқынған сайын, ол 40 градусқа дейін адам температурасы жетуі мүмкін. Бірінші белгісі? Екінші белгісі бастың қатты ауруы. Үшінші белгісі бұлшық еттердің ауырып адамға маза бермеуі. Дұрыс. Және төртінші белгісі мұрынның солқып қатты ауруы. Жөтелдің асқынуы. Әлі 4 белгісі бар. Жалғастырайық. Құрғақ жөтел. Келесі белгісі көздің қызаруы. Дұрыс. Өзін өзі жаман сезінуі. Дел-сал болуы. Дел-сал болуы, жаңа айтты. Және соңғы белгілерінің бірі ол көздің жарықтан тітіркенуі. Өте дұрыс. Рахмет, Әсел. Өте дұрыс айтып шықтыңыз. Осы белгілердің бәрін біліп отырған адам өзіне тұмау жұққанын білет деп ойлаймын. Ал енді екінші кезек, мынау жіті респираторлық вирустық инфекция. Ол жаңа айтып кеткендей, жыл 12 айдың кез келген уақытында үлкенде де, кішіде де кездесе береді. Соның белгілеріне мына бір пирамида құрып өтсек. Бастайық. Тұмаудан айырмашылығы не екенін халыққа түсінікті болу үшін. Бұл аурудың бірінші себебі оның ең жоғары температурасы 38-ге дейін жетеді. Өте үлкен болмайтын температура. Дұрыс. Және келесі белгілері бұл мұрынның бітуі, тамақтың ауруы. Екі пирамидаға екеуін кіргізім, екі белгісін айтылды. Дұрыс. Және өзін нашар сезінуі. Дұрыс. Жақсы, 4 белгісі қалды. Көмектесіп тұрайық. Аздап жөтеледі. Аздап жөтеледі. Тұмауға қарағанда жөтелі аздау болады. Тағы біреуін пирамидамызға құрып қояйық. Тәбетінің азаюы. Тамақтың құрғақтануы. Жөтелді. Дұрыс. Және терлеуі. Адамның терлеуі. Терлеген адам әлсіздікке алып келеді. Дұрыс, рахмет. Екі пирамидамызды құрып өттік. Әр пирамида 8 белгі болды. Енді сіздің түсінігіңіз бойынша тұмау қауіпті ме, әлде жіті респираторлық вирустық инфекция қауіпті ме? Адам ағзасына қайсы қауіпті деп ойлайсыз? Адамның ағзасына қауіпті ол тұмау. Өйткені ол асқынған сайын адамды өлімге де алып келеді. Ал ОРВИ оны бастамас бұрын дәрілермен емдеуге болады. Көп рахмет. Міне енді біздің Әсел қарындасымыз көрермендерге түсінікті болу үшін пирамиданы толтырдық, тест жасадық. Сіз бағасын өзіңіз бердіңіз, өзіңіз алдында түсіндіріп кеттіңіз. Олай болса сізге көп рахмет. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Қарбалас тірлік, ауруға уақыт жоқ, бірақ тұмау кезінде жұмысқа барсаңыз, балаларыңызды балабақшаға, мектепке жіберсеңіз, ештеңе етпайсыз. Керісінше басқаларға вирус жұқтырасыздар. Ал ауырмау үшін екпе салдыру қажет пе негізі? Әрине, ең бірінші тұмаудың алдын алу түрінің ең біріншісі ол вакцина салу. Ол вакцина қараша айларынан бастап салына бастайды. Яғни тұмаудың басталу кезеңінен 1-1,5 ай бұрын. Ол вакцинаның түрі көп.
оны енді мамандар түсіндіріп айтып жатады, емханалардың бәрінде қамтылған. Ол вакциналармен ең бірінші балалар, жасөспірімдер, жүкті әйелдер, сол сияқты қартаң кісілер және созылмалы ауру түрімен ауыратын науқастар қамтылады. Себебі олардың организмдері кішкене әлсіздеу, тез тұмау жоғылып, жаңағы тұмаудың асқыну түріне айналып кетпес үшін ең бірінші осы қатерлі топ дейді ғой біздің медицина тілінде айтқанда, сол кісілерге ең бірінші осы вакцина жүргізіледі. Рахмет, тұмаудың алдын алу туралы көрермендерімізге мазмұнды, қызық ақпарат, мәлімет бердіңіз. Ал біз хабарымыздың келесі бөлігінде де тұмаудың алдын алу тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі хабарымыз тұмау тақырыбына арналады. Оның асқыну қаупімен таралуы жайлы айттық. Енді тұмаудан сақтанумен оның алдын алу жолдарына тоқталайық. Лимон қосылған шай немесе тұмауға қарсы екпе қайсысы жақсы көмектеседі? Оны бізге инфекционист дәрігер Динагүл Айтбекқызы айтып береді. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Жалпы тұмауды қалай емдеген дұрыс? Жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап беру үшін көрермендерге мына жайды түсіндіріп өту керек. Екпе дегеніміз ол спецификалық аурудың алдын ала өткізетін шара. Ал лимондық шай дегеніміз ол күнделікті қолданатын шараның біреуі. Ал екпе туралы айтатын болсақ, екпені алдын ала аурудың эпидемиясы басталмай тұрып, қазан, қараша айларында бастап, сол уақытта жазсақ дұрыс болады. Неге десеңіз, адамға иммунитеттік күш пайда болу үшін 10-15 күндей уақыт керек. Екпе жасаған күні біріншіден біз ауруды алдын ала жүргізіп жатырмыз. Ауырмайды, ауырған күнде де жеңіл өтеді, жаңағы асқыну түрлері болмайды. Ал лимон шайына келетін болсақ, ол спецификалық емес. Жаңағы лимон жемісіндегі бар аскорбин қышқылы дейміз, не болмаса С дәрумені дейміз. Ол деген жалпы адамның иммунологиялық күшін көтеріп, бүкіл инфекцияларға қолдануға болатын нәрсе. Осымен қатар айта кететін нәрсе, тұмаумен ауырған адам вирустың адамға токсикалық көрсететін зияны көп. Сондықтан бас ауырады, дене қызу көтеріледі. Жаңағы күштерді азайту үшін адам міндетті түрде көп мөлшерде сұйықтық ішу керек. Осы жерде жаңағы лимон қосылған шайдың көмегі осыған да өте көп тиеді. Сондықтан біреу спецификалық арнайы шара болса, ал екіншісі жай күнде қолданады. Тұрмыстық пайдалануға болатын түрі. Енді үй жағдайында басқа қандай емдеу түрлері бар? Әрине, біз айта кетуіміз керек. Ағымына байланысты тұмаудың бірнеше түрі болады. Кейбір жағдайда ол өте ауыр дәрежеде өтеді, кейбір жағдай жеңіл дәрежеде өтетін, орташа түрде өтетіні бар. Бірақ тұмаумен ауырды деген хабар естігеннің өзінде кісілер міндетті түрде білу керек. Біріншіден, адам өзі ауырып қалмауға тырысу керек, ал ауырған адам басқа адамға жұқтырмауға тырысу керек. Ал енді мынаның көмегі қалай? Бетперде деп аталады. Бұл бетперде. Бұның да көмегі өте көп. Әсіресе мынау медициналық емханаларда, және де детсадтарда осы бетперденің көмегі өте көп болады. Неге десеңіз, жаңағы ауа тамшы арқылы жұғатын ауру болғандықтан, жаңағы вирустар осы маскада қалып қояды. Бірақ осы масканы қолданғанда бір масканы бір күн бойы қолданбай, яғни бір реттік. Бір реттік. Сонымен қатар 3-4 сағатта жаңадан жаңа маска ауыстырып отыру керек. Сонымен қатар әрине міндетті түрде қол, неғұрлым қолды осы ауру уақытында жиі жуып отырсаңыз сабынмен, соғұрлым аурудың жұқпалы деңгейі төмен болады. Рахмет. Жалпы тұмау вирусы былай қарасақ тез өзгеріп тұрады. Солай ғой, былай медицинада бұл өзгерісті қадағалап үлгере ме? Әрине, міндетті түрде. Дүние жүздік денсаулық ұжымынан бастап, бүкіл мемлекеттерде, оның ішінде біздің мемлекетті жаңағы тұмаудың қандай түрі пайда болды. Міндетті түрі оны тіркеп, оны мониторинг дейміз, бақылап, осымен бірге Алматыда өте
өте жоғарғы деңгейде тексерістен өткен вирусологиялық лабораториямыз бар Алматыда. Ол тек біздің Қазақстанда емес, мынау Азияны да бақылайтын лаборатория, тұмаудың түрлерін қадағалап. Сосын жаңағы біз айтамыз, табиғи заң бар, эпидемиологиялық заң бар. Соның бәрін тіркеп, қарап, шешім шығаратын ұжымдар бар. Солар соны қарап қадағалап, міне ендігі жылы осындай болуға мүмкін деп дайындап отырады. Бүкіл мемлекеттерді дайындап отырады. Біздің үкіметімізде мынау денсаулық министрлігінің үкімі бойынша 2010 жылы 722 үкім, сол үкімге байланысты бізде тұмауды қадағалап, қарап, тіркеп, дайындалып, бүкіл медициналық мекемелер дайындалып отырады. Осы тұмауды қарсы алып, оның ағымы қалай өтетін, ауруларды қандай ем қолданатын, осының бәрін алдын ала дайындалып отырады. Тұмауға қарсы екпелер қалай таңдалады? Жалпы дәрігер белгілі бір екпені тағайындағанда неге сүйенеді? Енді айта кету керек, екпенің бірнеше түрі бар. Екпенің түрісі бар. Түрі, бірақ әлсіреген вирустан дайындалған. Бірақ ол осыдан бір 10-20 жыл бұрын қолданған шығар, есіңізде болса, мұрынға тамшы түрінде қолданатынымызда. Қазіргі күні оны қолданбайды, неге десеңіз, екпенің жаңа түрлері пайда болды. Ол жаңағы түрі вирус емес, вирустың құрамынан дайындалған. Және өте жоғарғы деңгейде тазаланып, оның құрамынан дайындалып, қолданатын қазір екпелер бар. Оның бірнеше түрі бар. Оның қандай түрі қолдану керек, қандай тұмаудың штамы пайда болатын, оны жаңағы мен айта кеттім, дүниежүзілік денсаулық ұжымы бар, солармен байланыста болып, дәрігерлер сол керек екпені егіп отырады. Жалпы екпе қандай ережелер бойынша салынады? Екпе салардан бұрын қандай талаптарды орындау керек? Қандай болсын екпе, міндетті түрде медициналық емханада жүргізіледі. Біріншіден. Екіншіден, медициналық емханада жаңағы екпе жасайтын арнайы бөлімі бар. Арнайы бөлімде дайындалған сертификаты бар, медбике бар. Бірақ ол сол екпені дәрігердің қарауымен, қадағалауымен жасалады. Жаңағы екпе жасайтын адам медбикенің алдына келгенде, оны міндетті түрде дәрігер қарау керек ол баланы. Дәрігер ол баланы қарап, денсаулығын тексеріп, біріншіден баланың денсаулығы жақсы болу керек келгенде. Температурасын қарайды, өкпесін тыңдайды. Енді екпе жасағанда әр бір адам әртүрлі ғой. Мысалы, біреудің басқа аурулары бар, мысалы, да, біреудің диспансерлік есепте тіркеліп тұратын адамдар бар. Оларды жаңағы специалисттар, басқа специалисттар қарайды. Ал денсаулығы жақсы, ешқандай ақауы жоқ, қалыпты жағдайдағы балалар болса, денсаулығын тексеріп, екпе жасауға болады деген шешім шығарады. Тек сонда ғана жаңағы медбикеміз екпені жасайды. Екпені жасағаннан кейін жарты сағат адам жаңағы медициналық емханада болу керек, жарты сағат. Неге десеңіз, қандай болсын екпе аллергиялық реакция беруге мүмкін. Кері әсерін бола ма, болмай ма, сол міндетті түрде жарты сағат емхананың ішінде болу керек адам. Осы тұста сұрақ қойыншы, ал екпенің жалпы қиындық тудыратын кездері бола ма? Екпенің қиындық тудыратын кездері кейбір жағдайда болу мүмкін. Мен жаңа айта кеттім, ол тірі вирус болмағандықтан көбінесе кері әсері кездесе қоймайды, бірақ кейбір жағдайда кездесіп қалуға мүмкін. Ол деген мысалы екпе жасағанның орны қызарып, кейде бала мазасызданып, қышып, сондай бір кері әсері болса. Екінші кері әсер ол жалпы ағзаның екпеге реакция түрінде денесінің қызуы, бір шаршаған тәрізді жатқысы келген болады, бірақ ол 1-2 күн ғана созылады. Содан кейін бала жазылып кетеді. Ол нені айтады? Ол деген ешқандай қорқыныш болмау керек. Неге десеңіз, анау жаңа айта кеттік, тұмаумен ауырған адам шетінеп кетуге мүмкін бала. Ал екпені алса, ол антигендік күшінен пайда болған нәрсе, сондықтан адамның ағзасы жаңағы вируспен таныс. Біз айттық қой, аурудың инкубациялық кезең 3-4 сағат болса, жаңағы уақыттың ішінде ол тез өз резервін тауып, жаңағы вирусқа қарсы тұруға үлгереді. Сондықтан ол асқынбайды. Жалпы енді дәрілік препараттар туралы
Не айтасыз? Ол аурудың ағымына байланысты. Егер ол жеңіл желпі түрде өтетін болса, әрине міндетті түрде тұмау уақытындағы адамдар жеңіл түрінде өткен күнде де үйінде жату керек. Бір ой жұқтырмау болса, екінші ой өзі жаңағы ауру әрмен қарай асқынбау үшін. Орташа не болмаса ауыр түрде өтетін болса, біз жаңа айтып кеттік, бірінші көрінісі оның ол дене қызуы. 38-ді 4 болған кезінде біз парацетамол береміз балаға. Әрбір аурудың өзінің ағымы бар. Егер ол кішкентай бала болатын болса, жаңағы ми жағынан диспансерлік бақылауда тұрса, ол балаға әрине ерте бастан беру. 37-де кейде 37-де 5 деген температурада парацетамол. Көрдіңіз бе? Әрбір жағдайда дәрігерді шақырып, соны қадағалау керек. Неге десеңіз, жаңағы парацетамолды қолданған күнде де 4 сағат сайын ғана, оны жиі қолдануға болмайды. Сондықтан әрине, әсіресе ауыр жағдайда өтетін болса, оны дәрігерлер міндетті түрде қадағалап өткізу керек. 2 күндей адамның денесі қызады, ал 3-ші күні жөтел пайда болады. Жөтел деген өте қатты, сондай бір күр басылмайтын жөтел пайда болғанда, көбіректеу сұйықтық ішу керек. Негізгі сұйықтықты ең басынан көп ішіп бастау керек. Жаңа айттық кетті, қой лимондық шай болсын, жай бір шай болсын, минералды су болсын. Неге десеңіз, жаңағы ағзадағы токсиннің күшін азайтсақ, организм өзі күшін жинап алуға өз-өзіне тез көмектеседі, өз иммунитет. Сосын жөтел пайда болғанда жөтелге қарсы дәрі-дәрмектер қолдануға болады 3-4 күні. Енді бір ауыр жағдайда өтетін болса, сол жаңағы тұмауға қарсы қолданатын бізде дәрі-дәрмектер бар. Рахмет, Динагүл Айтбекқызы, уақыт тауып бізге келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Біз тұмау мен тыныс алу жолдары инфекциясын ажырататын болдық, енді авитаминоз туралы айтатын уақыт келді.